Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін осы бір сырный лепешканың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте бір керемет лепешка. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, егер видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Бұл лепешканы дайындау үшін маған творог қажет болды. 200 грамм творог. 200 грамм творогқа 2 жұмыртқа саламын. 2 жұмыртқаны салып, творогты жақсылап араластырып аламын ең алдымен. Комментарий бөлімінде ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Сосын мына бір 100 грамм ірімшік холодильникте жатыр екен. Негізі осы ірімшікті көріп, осы лепешканы пісірейін деп шештім. Осы ірімшікті қосамын, 100 грамм ірімшік, және жақсылап араластырамын. Енді оның үстіне 4 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, қамырымды илеп алатын боламын. Жарты шай қасық тұзбен жарты шай қасық сода қосамын. Және кішкене укроп бар екен, сол укропты қосып жібердім. Укроп болмаса, жаңағы бұның орнына петрушка, көк пияз сондай қоссаңыздар да бола береді. Сосын жақсылап тұрып енді қамырымды илеймін. Қамыр өте жұмсақ болады. Жайған кезде мұқият, ақырын жайлап жаю керек. Қамыр өте жұмсақ болады. Осындай жұмсақ қамырымды илеп дайындап аламын да, енді осы қамырды екіге бөліп, жуала жасап, менен осы тестадан енді 2 лепешка шығады. Осылай дайындап аламын да, енді қамырымды өте мұқият жайлап жайып алатын боламын. Менімен бірге осы лепешканы пісіріп көріңіз, өте дәмді болып шығады. Осылай жай ақырын қамырымды жайып аламын да, сосын қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып жіберемін да, осы табаға лепешкамды пісіріп алатын боламын. Негізі бұл лепешканы духовкада пісірсе де болады. Мен табада пісіріп жатырмын. Асты қызарған соң, екінші жағын аударып, оның үстіне сары май жағамын. Сары май болмаса, жаңағы магазинде маргарин болса да бола береді. Сары майды жағып, крышкасын жауып, лепешкамды пісіріп аламын. Және екінші лепешкамды де дәл солай пісіріп аламын. Міне өте керемет болып шықты. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді лепешка. Және де пайдалы ғой. Ішінде творогы бар, сыр бар. Каналымнан алыстамаңыз. Мен каналымда күнделікті жаңа рецепттер шығатын болады. Сау саламатта болыңыз. Көп рахмет.